Так, ұйқыдан тұрып, калигаға шығып олдық стоянкадан. Тамағымызды ішіп, эпикотымызды дайындап, сонымен таможняға қарай ақырын жылжып келе жатырмыз. Таможняға келдік. Іші бітеліп тұр ғой, барадан жауып қойды ғой. Біздің таможниктер білек. Печатты баспаған ол үшін Өзбекстаннан және Қазақстанға келіп қайттан жауып шықпар жатырмын. Өйтіп,ошым терминалға келдік. Біздің талон 515. Ар жақта табличкада 497 деп тұр енді. Так. Машинамызды бір жерге бір ұстап қойып тастайық та, сонымен құжаттарымызды тапсырайық енді. Тез шығудың амалын жасайық. Тез шығып Ташкентке барып, Ташкентте 498 дейді, өмай аз қатты онда. 17 адамдай ғана бар екен алдымызда. Құжаттарымызды тапсырайық та, тез шығайық та. Ташкентке тез жетейік. Так, терминалдан құжаттарымызды тапсырдық, бәрін алдық. Сонымен жаңа Қазақстан жағында біздің қазекеңдер печатын басуды ұмытып кетіп, соның барып печатын бастырып, пешком кіріп шығып, ошым нормально өттік, қарын тойды, сим-картамызды алдық, страховкамызды алдық. Так, бір машина тұрып қапты. Артқа берейін деп тұрма. Енді Ташкентке Растамушкаға барамыз, Назарбек деген жерге. Айтып бүтіп өттік қой. Шаршап. Енді Өзбекстанның водительдері, енді яққа дейтін водительдері сұмдық енді. Оң жақ, сол жақ, астыңа кіріп кетем ба деп уайымдайсың ғой кәдімгідей. Айдасы қиын, қорқынышты бұларды абайлап жүру керек бұлардан. Трассаға шыққанша жолдар сәл жаманда болатын. Әлде сондай екен. Өзбекстанға кемегелі маған бір сентябрьда қой деймін. 25 жыл сентябрьда ма, октябрьда ма ғана келгем, одан кейін келген жоқпын. Оның алдында 2023-те бір келгем. Мынау менің 3-ші рет келуім. 2023-те тоже Ташкентке Ман-центрға, Растамушкаға барып, сол жақта жүк түсірген болатын. Қытайдан теліп барған етін. Ол кезде концерт болған онда. Бірінші рет Шымкентке келіп, Шымкенттің авизін білмеймін. Ойға қарасам фуралар кетіп бар жатыр, сонымен артынан еріп жүре берген ғой, турист берген картамен. Бір жан-жағыма қарасам, Шымкент Плаза, Шымкент гостиница, сол жақтармен өтіп кеттім ғой. Грузовой запрещенмен. 3 патрульге келіп тоқтатты. 3 жақтан келді. Біреу оң жақтан, біреу артынан, біреу алдынан.
неғып жүрсің дейді, қуасың ба дейді, білмеймін, картамен келдім. Сондай қызықтар болған. Өзбекстанда ешкім тоқтатып көрген жоқ. Бір рет тоқтатты, гаишник ол кезде тоже грузовой запрещенға кіріп кеткен. Бірақ Өзбекстанда кішкене жеңілірек бізге қарағанда. Штраф жазып берсе, штрафы да арзан. Сөйлессең де былай сөйлесе бересің. Кіруге қарай Калику вообще жоқ екен. Шығуға Қазақстанға қарай. Вообще Калику жоқ екен. Қайтарда да осындай болып тұрса екен, Калику жоқ болып. Так, Ташкентский трассаға түстік. Ташкентке қарай. Біздің Есухаға дейін 58 километр екен. Прямой Есухаға барып дем аламыз. Ташкентке қарай. Жалпы Өзбекстанда да жол ондай бір қатты айтарлықтай жақсы емес, мәз емес жолдар. Алдыңғы рейсте Навайға барғам, тоже Навайға сұмдық болады жол. Ташкенттегі Есухамызға келдік. Назарбек деген райондағы Есуха. Осында ұйықтап, таңертең берсін складқа кіреміз енді. Так, жүк түсіретін жерімізге, складымызға келдік. Очередь көп бүйді ұшым. Сонымен осында тұрмыз, очередімізді күтіп. Бай әдемі екен енді. Аршалары бар, екен. Бірақ тар екен да. Жолдарды тар, әрең кірдік. Жүк түсіреміз деп аштық дайындалдық, уже түсіріп бастайлы жатырмыз. Так, жолдастар, Ташкенттен қайтып бара жатырмыз, Қазақстанға қарай, пустой. Шымкенттен Қытайға экспорт тартамыз мақта. Түркістан облысы примерно не жақтардан? Шәуілдір жақтардан. Соны артып қайтамыз енді Алматыға. Накабительге қарай Калик болып тұр. Примерно 4 километрдей.